Сәлем достар, бұл Қонаев ТВ арнасы, Алақай-балақай бағдарламасы эфирде. Біз, 4-ші Б сынып оқушылары, бүгінгі репортажымызды ерте жанып, мерзімінен бұрын сөнген 100 жылда бір туатын шоқтығы биік Шоқан Уәлихановқа арнамақпыз. Себебі, қара күздің қарашайында қазақ ұлтының мақтанышы болған Шоқандайұлының 190 жылдық торқалы тойы аталып өтіледі. Шоқан географ, Шоқан этнограф, Шоқан тарихшы, Шоқан ағартушы, Шоқан демократ, жеті жұрттың тілін білген Шоқан полиглот, қысқасы 8 қырлы бір сырлы. Ал енді әңгімені менің сыныптастарым сабақтайды. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылы қараша айында қазіргі Қостанай облысының Құсмұрын бекетінде туған. Шын аты Мұхаммед Ханафия. Әжесі бала күнде Шоқаным деп еркелетіп, Шоқан аталып кеткен. 1847-1853 жылдары Шоқан Уәлиханов Омбыдағы кадет корпусында оқыды. Шоқанның бүкіл келешегі мен ғылым, өнер жолындағы талант ұштауда бұл оқу орнының мәні ерекше. Шоқан сабақтан тыс уақытта сол кездегі саяхатшылардың өмірі мен ісі туралы жазылған еңбектерді көп оқып, зерттейді. Ол саяхатшы болуды, Орта Азияны аралап, зерттеуді мақсат етеді. 1855 жылы Шоқан Уәлиханов генерал Каспарпен бірге ұзақ саяхатқа шығып, Аягөз, Тарбағатай, Қапал тауларын аралады. Ол Алматы, Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетауға соғып, Омбыға оралады. Осы сапарында көп нәрсені зерттеп, дәптерге түсіріп, Жетісу өлкесіндегі саяси шаруашылық туралы бірталай деректерге қанығады. 1856 жылы қырғыз халқының тұрмысын Ыстықкөл маңын зерттейтін экспедицияға қатысады. Ыстықкөл жағасын Күнгей, Алатау, Саржаз, Алматы, Қапал тауларын кесіп, осы маңда қоныстанған халықтардың әдеп-ғұрпын, тұрмыс салтын, әдеби мұраларын зерттейді. Бала Шоқан қандай болды? 19 ғасыр қазақ даласына білімге құштар жас бала өсіп келеді. Досым, сен үнемі кітап оқисың ғой? Неге? Менің білім алғым келеді, әлемді танып, халқым үшін пайдалы іс жасағым келеді. Сонда сен ғалым боласың ба? Иә, мен ғалым боламын. Дүние жүзінде саяхат жасап, зерттелмеген жерлерді зерттеймін. Осылайша білімге ұмтылған жас Шоқан кейін ұлы ғалымға айналады. Оның есімі тарихта мәңгі сақталады. Рас, Шоқан құйрықты жұлдыздай жарқ еткен тұлға, қамшының сабындай қысқа ғұмырында ол туа біткен талантымен табиғаты тарту еткен сананы саңғырынан жаңғыртты. Ұлтын сүйген ұлдың ұлық болатынын, алғырлық пен адалдықтың ешкімде де жоқ үлгісін көрсетті.